Шығыс Қазақстан облысының Зырян ауданында еліміз бойынша ең бірінші кәсіпкерлерді қолдау орталығы ашылды. Шағын және орта кәсіпкерлікпен айналысатын, сондай-ақ бизнесті енді бастағалы жүрген азаматтар бұл жерден өздеріне қажетті барлық көмекті таба алады. Бір терезе қағидасымен жұмыс істейтін кәсіпкерлер үйінің ашылуына ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұйытқы болған. Екі қабатты мекеменің ішінде заңгер, маркетолог, бірнеше мемлекеттік органдардың мамандары отырады. Осы кәсіпкерлер орталығында бизнес мектепте жұмыс істейді. Мұнда білекті ұстаздар келген адамға кәсіпкерліктің қыр-сырын үйретеді. Осы бірінші кварталдың ішінде осындай кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары, немесе кәсіпкерлер үйі деп атайды, жаңағы Қазақстан бойынша әр аудан орталықтарында және моноқалаларда ашылатын болады. Ең қазір бірінші болып осы формат бойынша біз қазір Шығыс Қазақстан облысы Зырян ауданында ашып отырмыз. Бұның ішінде бұл кәсіпкерлер қызмет көрсету орталығы дегеніміз не? Бұл жаңағы сон сияқты кәсіпкер осында келіп, бір терезе қағидасымен жан-жақты осы жерде көмек ала алады.